Бүгінгі тақырып дүние жүзін саяси географиялық аудандастыру. Геосаяси аудандар. Бүгінгі тақырыпқа қатысты жаңа түсініктер мен терминдер. Heartland, ағылшынша әлемнің жүрегі деген сөз, Еуразия құрлығының солтүстік шығысын қамтитын әлемнің орталығы болып саналатын аймақ. Бұл Маккендер бойынша. Есте сақтаймыз. Геостратегиялық облыс, яғни геосаяси тұрғыдан басымдылық беретін маңызды аумақ. Ішкі жартай Хартленді қоршап жатқан Еуразияның жағалық бөліктері. Сыртқы жартай ішкі жартайдан да тысқары жатқан аймақтар. Маккендердің аудандастыру үлгісі. Алдарыңызда Джон Маккендер, британдық ғалым саясаткер Хелфорд Джон Маккендер 1861-1947 жылдар өмір сүрген. Дүние жүзін саяси географиялық тұрғыда аудандастырудың алғашқы үлгісін жасады. Маккендер саяси тұрғыда дүние жүзін орталық, ішкі жартай және сыртқы жартай деп үш аймаққа жіктеді. Оны 85-ші суреттен көре аласыздар. Міне алдарыңызда тұр. Мынау орталық жерлер, тарихтың географиялық бірлігі, одан кейінгі ішкі жартай және сыртқы жартай. Яғни ол мемлекет үшін ең ұтымды географиялық орын орталық болып табылады. Орталық аймақта басымдылыққа ие болған кез келген құрлықтық мемлекет теңіздік әлемді ту сыртынан келіп басып алуға қабілетті деген пікір айтты. Оған мысалға Ресей, Германия, Қытай және тағы да басқалары жатады. Мына орталық жерлер. Орталық деген ұғымның өзі салыстырмалы түрде және нақты географиялық кеңістікке қатысты әрқилы болуы мүмкін. Әлемдік тұрғыдан алғанда дүниенің ортасы Еуразия материгі болса, оның ортасы Хартленд болып табылады. Географиялық тұрғыдан алғанда Хартлендке Ресей, Шығыс Европа, Қазақстан мен орталық Азия жатады. Еуразия құрлығының орталығы бүкіл әлемді бақылау жасауға қолайлы географиялық плацдарм. Маккендердің әлемдік арал деген ұғымына Азия, Африка, Европа жатады. Оның ең ортасында тарихтың географиялық бірлігі жатыр. Ол геосаяси тұрғыда Ресейге сәйкес келеді. Қазақстанның географиялық орны да осы Хартленд ұғымына жақын келеді. Бұдан кейінгі белдеуді Маккендер ішкі жартай деп атаған. Бұл белдеуге Еуразияның жағалық бөліктері сәйкес келеді. Маккендер бойынша ішкі жартай өркениеттің ең қарқынды дамитын зонасы болып табылады. Сулы және құрлықтық кеңістіктердің ұштасуы халықтар мен мемлекеттердің тарихындағы жетекші фактор деп есептеледі. Бұдан соң сыртқы немесе аралдық жартай деп аталған белдеу өтеді. Бұл зона толығымен сыртқы географиялық жағынан да, мәдени жағынан да сыртқы зона болып табылады. Маккендер Хартленд күшін азайту үшін оның шеткі бөліктерін тартып алу саясатын жүргізу қажет деді. Екінші сұрақ Коэннің геосаяси аудандастыру. 20 ғасырдың екінші жартысында америкалық геосаясатшы Коэн әлемнің көп полюстілігі туралы тұжырым жасап, әлемнің анағұрлым күрделі геосаяси үлгісін ұсынды. Мына алдарыңызда Коэн. Мұнда бүкіл әлем екі геостратегиялық облыс пен шеткі геосаяси аймаққа бөлінген. Яғни екі геостратегиялық облыс деп отқанымыз сауда дамыған теңіз маңы және Европалық құрлық әлемі. Коэннің пікірінше, геостратегиялық облыстардың шекарасында жатқан аудандарға Африканың Сахарадан оңтүстікке қарай жатқан бөлігі, таяу шығыс, оңтүстік шығыс Азия саяси тұрақсыздық тән болады. Мұнда мемлекетаралық және ұлтаралық жанжалдардың жиі болуының өзі бұл аймақтардың шекаралық орнымен түсіндіріледі. Оны 86-ші суреттен көре аласыздар. Яғни Европалық құрлық әлемі деп отқанымыз міне мынау сары түс, қоңыр түс, қою қоңыр түспен берілген. Міне осы облыстар.
теңіз маңындағы сауда әлемі деп отқанымыз мынау көк түспен берілген аймақтар. Ал мынау толықтай шекарасы қалың жасыл шекарамен шектелген аймақтар, мен қазір ссылкамен көрсетіп тұрмын, бұл шеткі геосаяси аймақ деп атады бұларды. Бұл қойынның осы геосаяси аудандастырылуы. Аймақ ұғымын геосаяси тұрғыдан түсіну саяси күштердің қуатты орталықтар мен әлсіз перифериялардың ара салмақтары арқылы кеңістіктің жіктелуіне негізделеді. Геосаяси аймақ әдетте ел ішінде емес, елдер тобының негізінде ажыратылады. Қазіргі кезде әлемдік саясатта мемлекеттің орны ең алдымен оның экономикалық қуаты арқылы анықталады. Осыған сәйкес геосаясаттың негізі де ауысты. Яғни бұрын физикалық, географиялық факторларға басым көңіл бөлінсе, қазіргі кезде экономикалық факторға көп көңіл бөлінеді. Видеоға лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. ОБТ-ға дайындық курсына жазылу үшін төмендегі описанияға өтсеңіздер болады.